қызметі. Қайырлы күн, эфирде жаңалықтар, студияда Айжан Алмасқызы. Төтенше жағдайлар министрлігіне қарасты сейсмологиялық бақылаулар және зерттеулер ұлттық ғылыми орталығы мамандары сейсмикалық жағдайға мониторинг жүргізуді жалғастырып жатыр деп хабарлайды Стан Кз. Жер сілкінісінің ошағы Меркі ауданында сейсмологиялық станциялар желісі орналастырылды. Сондай-ақ триангуляция әдісімен жұмыс істейтін қосымша 3 портативті станция орнатылды. Бұл құрылғылар 30-дан 80 километрге дейінгі радиусы сейсмикалық белсенділікті, жер қыртысының қозғалысын, жер асты микротреморларын және жер асты шуын тіркейді. Мьянмада жер сілкінісінен қаза болғандар 1,5 мыңнан асып кетті. 3,5 мыңға жуық адам зардап шекті. Сенбі күні басқарушы әскерге қонды. Мьянмаға жүздеген шетелдік құтқарушыны кіргізді деп хабарлады Reuters агенттігі. Жергілікті мемлекеттік ақпарат агенттіктерінің жазуынша, қытайлық құтқарушы топ Янгон қаласының әуежайына жеткен. Қытайдың Мьянмадағы елшілігі Пекин құны $13 миллион болатын көмек беретін мәлімдеді. Оған шатыр, көрпе, шұғыл медициналық көмек құралдары да кіреді. Бұған қоса Янгонға Үндістаннан гуманитарлық жүк тиелген әскери ұшақ қонған. Үндістан үкіметі 40 тонна гуманитарлық жүк тиелген кемелерді жіберетін айтты. Оңтүстік Корея Мьянмаға халықаралық ұйымдар арқылы $2 миллион көлемінде гуманитарлық көмек береді. Одан бөлек Ресей, Малайзия және Сингапурда гуманитарлық көмек пен құтқарушы мамандары бар ұшақ жіберген. Оңтүстік Кореяда 56 жастағы ер адам солтүстік Кёнсан провинциясы Уйсон округінде отбасылық бейітте ата-бабасының жерлеу рәсімі кезінде өрт қойды деп айыпталды. Бұл туралы Стан Кз ақпарат агенттігі хабарлайды. Полиция 30 наурыз күні елдің оңтүстік шығысында жаппай орман өртін тудырды деген күдікпен ер адамды ұстады. Отқа немқұрайлы қарау салдарынан оңтүстік Кореяның оңтүстік шығысындағы орманды өрт шарпыды. Орман өртті салдарынан 4 мыңға жуық ғимарат отқа оранды. ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген Гон ғибадатханасы, тұрғын үйлер, зауыттар және басқа нысандар жойылды. Полицияның мәліметінше, күдікті өзіне тағылған айыпты жоққа шығарып отыр. Айта кетейік, оңтүстік Кореяда орман өртеніп қатты желдің салдарынан жалын 17 мың гектарға тараған еді. Кейінгі мәліметтер бойынша 26 адам қаза тапқан, оның ішінде тікұшақ ұшқышы да бар. Осы және өзге де жаңалықтар келесі сағатымызда. Айжан Алмасқызы, бұл Авторадио Қазақстан. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау, Қостанай, Павлодар, Екібастұз, Таразда 13 градус жылы, Түркістан мен Қызылордада 17, Шымкентте 15, Атырау мен Ақтауда 20 градус жылы, Ақтөбеде 14, Орал, Өскеменде 8, Семейде 11, Қарағанды, Теміртауда 10 градус жылы, Балқашта 8, Жезқазғанда 10, Талдықорғанда 14 градус жылы, Астанада +7, Алматыда 13 градус жылы. Авторадио. Тек алға қозғалыс.